Assalamu alaikum, урматтуу мустуунун көрүүчүлөрү, урматтуу ат көрмандар, жылкы сүйүүчүлөр, туугандар, амансыздарбы? Туугандар, Ак Бата жаңы конушунда бир агабызда мындай Польшадан, Европадан келген өспүрүмдөр бар экен, туугандар. Жакын арада келиптир, ушуларды тартып сиздерге бирден маалыматын берели азыр. Аябай мыкты өспүрүмдөр экен, тайлар, жаныбарлар. Арасында байтал бар экен. Мындай кабак кашы, какпаш жакшынакай бир сынды өспүрүмдөр экен. Ушуларды бирден тартайлы азыр. Мына туугандар, бирден тартып көргөзөлү. Биринчи тайды сыртка алып чыктык. Толук мүчөсүн сиздерге болушунча жакшы кылып тартып бергенге аракет кылайын. Нурбаз ака, маалыматты берсеңиз, бул кандай тай? Биринчи тай боюнча паспорттар бар экен, ошолорду да көргөзүп, толук айтып берели. Бул тай боюнча айтып берсем, бул тай Великопольский. Великопольский породадан, а? Спортивный, конкордный деп коет. Жашы 1 жаштан өттү. Бул жана күлүк тайлар, немецкий порода. Немецкий порода болобу бул? Сласкадан айырмасы ошо, а? Айырмасы, бул күлүк. Чоңдугу кандай болот эми булардын? Чоң деле, бул деле чоң болот. Чоң болот, 1.80 ге чейин. Андан да жогору болот. Азыр бизде ушулар жакшы спрос көп болуп атат Великопольскийге. Негеден күлүк болот. Өзбекстан, Тажикстан ошол жактарга. Лелек. Чоң улакка жарайт эми бул келечекте буйруса. Мына туугандар, Польша жылкыларын эми айтпасак дагы сиздерге маалым болсо керек эми. Аябай алып жылкылар да булар, чоң. Паспорту бар экен. 23.07.22. Великопольский. Так, 23.07.22 туулган экен туугандар, ошондо. Июлда 2 жаш болот экен да? Июль барбы? Кийинки июлдан 23-ндө 2 жаш болот. Сырты мына туугандар, жантар деген экен кличкасы. Кличкасы жантар. Параметрлери мына. Кашкасы бар экен. 4 аягы ак. Толук дал келет экен туугандар. 5 кашка да? 5 кашка. Так. Могул жерде немесинде көрсөткөн. Линиясынчы. Линиясы. Мына линиялар бул. Олар бүт линиялар Великопольский, могул. Кайсы аттан туулган, кайсы бейден туулган. Великопольский, Ганновер дейт. Ошондо бүт канда барлар. Ошондой жазылат. Туугандар, толук ата теги жазылган экен да аттын, тайдын. Жакшы. Бир бастырып койчу. Ден соолуктары таза эми, а? Жакшы, эми азыр жаңы келди бул. Жаңы келгенде кичине адаптация этет. Адаптация болуп атат, акырындан көнүшүп атышат. Анча болду келгенде негизи? Бул 1 айга жете элек. 1 айга жете элек, а? Ал жактан алып келиште кыйын, жолдо да кыйналат булар, а, бир сыйра? Аябай кыйналат. Жолдо 10 күн жолдо жүрөт, 12 күндө кээде көбүрөөк да жүрүп калат. Анан келгенде бир жерде аба менен неметет. Алмашат. Алмашып туруп өзүнө келгичейин кичине неметет. Туяктарын бир тартып коеюнчу. Туяктары тик туяк экен бунун жана. 5 кашка туяк. 5 кашка экен. Эч бир жеринде туугандар жаракат, паракат көрүнбөйт. Бар эми келип укол алабы, ошондойбу? Келгенде мен бир сыйра против восстановленияга укол беребиз. Бияка да бир бастырып койчу. Жакшылап бир басын көрүп коелу. Мына туугандар, бул биринчи номердеги тай болду. Жантар деген кличкадагы тай экен. Баасын канча дейсем? Баасы 9000 деп атам ушуну. 9000 доллар, а? Жакшы, мына туугандар, баасы айтылды. Сизге дагы эми оңой акчага келбесе керек бул, а? Ооба, бизге деле эч канча деле калбайт. Жолу бар, тиякта карантинге коюлат. Эми мына элдерге маалым болуш үчүн бир сыра айтып бериңизчи, жолго канча расход кетет эми бир тай алып келиш? Бир тай келиши чоңбу, кичинеби, разница жок. Каерде кулун келеби. Чоң ат болсо деле. Чоң атпы, кулунбу, все равно 2,5 доллар кетет. 2,5 доллар жол киресин эле, Жол киресин эле. Ар бир бар. И закупка аяктан покупочный ценасынан, анан ошондон битке кошобуз, бизге ошол. Растаможка ичинде ошол 2,5 Растаможка ичинде, 2,5 ичинде. Анан карантин турат аякта 1 ай. Кээ бирлериңер айтышыңар мүмкүн туугандар, тайга да ушунча кымбатпа коюлабы депчи. Негизи ал жактан кымбат алышат экен, анан алып келиш да оңой эмес экен, агабыз айтты туугандар. Андыктан жаккан болсо чалыңыздар. Биринчи номердеги Жантар деген тай болду жаныбар. Байланышыңыздар, 9000 доллар кеми бар. Кийинки тайларды көргөзөлү, а? Кийинкисин ал.
Kurç eкен bu la. Mына туғандар, екінші тайға кезек келді. Бұл дағы бұл жоон жолпырақ екен, а? Серікке қарағанда нарқы суағайырақ екен туғандар. Uzun екен біріншісі. Мұнысы Яққа Сласка бастыры. порода. Сласка бұл, а? Сласка. Средний тип сласка. Средний тип деп айтылады екен, да? Ава, сонтип айтат. Паспортын көрелічі? Так, паспортындамын. Биогус деген кличкада екен да бұл, а? 04-09-22 сентябрьдің 9-ында 4-інде 1 жашқа толып тұр. Сентябрьдің 4-інде 1 жашқа. Кейінгі жылы сентябрьда толады екен 2-ге, а? Кейінгі жылы сентябрьда 2-ге толады. Туғандар таза, 1 жашар тай екен. Денсаулықтары таза екен бұны құдырла. Денсаулық таза. Бұның линиясы қандай екен? Бұның линиясы сласка, жалаң таза сласка бұны. Сласка. Аралашма жоқ, а? Аралашма жоқ сласка бұд. Туғандар, таза сласка екен. Сласкалар еме, аябай, гигант жылқылар болчылы, а? Бұлар 1.80-ден жоғар бола тұрған жылқылар шылар. Басығын көреліші, бастыр өртші шақа. Бойы қанша шығып болады мұш тапта? Бойы 1.60 плюс-минус шығады, а? Плюс-минус шығады қойден, 1.60-тан да бейік шығып қалады қойды. Туғандар, 1 жашар тай. 1.60 шықса керек. 1.60 шықса делі, 1 жашар тайға. Жануар. Біріші. Ойнатып қойлычы? Жолында сақолы болып тұр. Сақолып қалып тұр да? Ал іштек болбайды, а? Жоқ, ал гриппта емі, жолда сквознякта ысық суықтан үшінде сақолып қалады. Аны дарылап қойса оңайлай болады, а? Бұйырса. Қашқа бағым ағы, жануар. Бұл көгіш болады оқшайды кейін, а? Бұл көк болады. Көк. Жануар. Құрчырақ екен бұл, а? Бұлар. Бұл жаңа 3-ке бөлінеді да сласкач. Спортивный тип, средний тип и старый типный деп. Жана старый типнелер оор болады. Жоон оор болады. Бұл средний тип? Бұл средний тип, бұл чуркайды. Биздин көк бөрігі улаққа, аламан улаққа бола тұрған жылқылар. Мына туғандар, ағаларыбыз өздері жақшылап, қырғызға лайық қылып, Орта Азияға лайық қылып алып келеді екен. Мына Құдай бұйырса, улақты жара тұрған ат болсын деп ниет қылайлы әм келешекте. Келешек алды да әм жаш өспірім туғандар. Бұның басы қанша болады ака? Бұның басы 8.000. Бұның $8.000, а? Болды, мына туғандар екінші номердегі көктай десеңіздер, Биогус деген кличкадағы құс өспірім екен. Шалыңыздар, $8.000 кемі бар. Bir bastırıp koyacağım. Mına tuğanlar, бұл бий екен, а? Суағай, uzun, сынды екен жануар бұл. Жаққа бастыршам. Üçüncü тай туғандар. Жоон жолпысынан келген. Алмат. Польша жылқысы. Нарық өтіп алсам. Жақындан көргізейін. Денсаулықтары таза екен туғандар. Ешбір жарақат көрінбейді. Бий екен аябай. Бұның кличкасы қандай екен? Так, бұның кличкасы Промюк деген екен. Промюк. Паспорты сласка бұл дәрежеде көктөй. Средний тип сласка. Бүтелі сласка. Таза сласка. Так. Жыл туған жылын алып 28.08.22. Августтың 28-інде бірге толып тұр. Көк, жаңа көкменен бір жұма разница екен. Бір жұма екен. Жақсы. Почти сентябрь. Кейінгі жылы августқа барып құнан болады екен де бұлар, а? Почти сентябрьға барып құнан болады. Параметрлері далы келеді, қашқасы бар екен. Қашқасы бар, қан жерінде жоқ, іштегі бүті қара. Bir қашқасы бар екен, а? Ечіне қашқасы. Мына туғандар, үшінші тай. Жақыннан жақсылап тарталы. Қашқасы мына туғандар. Шум қара екен бұл. Артынан да тартып қойынша.
Yok bir bastırı verçi. Slaska canavar. Bunun bağısı kança oladı Nurgaz aka? Bunun bahası dele 8.000. 8.000 dolar ha bu dele. Bu bile boyu oşo Bir değil paşçı. plus minus ayırma derece olgan ha? Kökmen bir değil. 1.55, 1.60 eken değil mi? Tuğanlar 8.000 dolar kemi var deyip 3. taydın bağısı aytıldı. Çalıp baylanışыңızlar. Nurgaz aka ağzından. Oldu, ap giriyor. Keyingisini ap çıkaylı. Muna tuğanlar 4-cü öspürümge кезек келdi. Бул туғандар байтал экен. Ушуну маалыматын берип атат. Нургаз ака, бул кандай порода экен бул? Бул пародасы польский спортивный конь деп жазылган документ боюнчачы. Бул эмнеге дегенде ата жагы Сласка, эне жагы Нониус. Мына эне жагы Нониус. Ана мына Нефрит деп, бунун ошо атасы Нефрит. Нефрит деген жанагы бизде Ахмат ака 5 жылдыз саткан. Боинг деп Өзбекстанга сатылган. Ошонун атасы болот Нефрит. Ошон менен тууган болуп кетет. Анан чоң энеси жагынан мына Нериса. Ошо Боингтин да энеси Нериса болгон тайнелеричи. Бунда ошол урук ошол жакка кошулуп кетет экен. Бир уруктан экен. Бизде немеге сатылган, Өзбекстанга сатылган Боингтин уругунан болот. Нефрит, эне жагынан Нониус. Эне жагынан мына эне жагынан Нониус. Жаш боюнча 05-07-22. Июлдун 5-inde birge толгон. Азыр 1 жаш 4 ай, 1 жаш 5 айга кетип атат. Полторашка экен да ма? Кичтай полторашка да, ана польский конь спортивный деп жазылган анда. Сыртында Миткасы двор замка дейт, а? Болду мына тугандар, двор замка деген байтал экен. Полторашка экен да бул? Полторашка, Тарабынан көргөзөлү. Бунун линиясы таза да, ой. Линиясы анда күчтүү аттардан экен да? Күчтүү, бизде бун ушу туугандар жана Боинг болуп кетет да. Нефрит деген аттын. Бул бой бийик экен, 1.65ке барып калабы? 1.65ке барбаса керек, 1.60тан ичине өтөт. 1.60тан өтөт, а? Туугандар, жоон жолуп кеткен булар. Аябай гигант бейлер болот, а? Анча-мынча көрүп жүрөм. Чоң болот. Бул энеси чоң. Жакшы, жакшы. Ден соолуктары таза эме булардын деле. Таптаза ден соолугу. Буяктары ма туугандар. Кемчиликтери жок экен. Буну эң чыкылап турган бе да? Жоош да болот а булар негизи. Жоош. Ошолуклар. Жака бастырчы бир. Узунураак бастырайлычы. Акырын. Булар прямо чуркай берет. Жооштон жоон чыгат дегенде курч экен го бул. Мына туугандар. Катуу карма Алман. Эки колдоп карма. Жакшы өспүрүм экен. Чыгып кетет. Сынду. Жакшы. Баасы канча болот эми Нургаз ака бунун? Баасы бунуку деле ошол 8.000. 8.000 доллар, а? Кеми бар. Кеми болот. Чалып байланышыңыздар туугандар, аябай курч экен бул жаныбар. Жоош деп аттык эле. Курчтугун көргөзө баштады. Ден соолугу мыкты экен жаныбар. Келечекте эми туугандар Польшаларга коюп кулунал өрө турган ат. Байтал экен. Бизде Польша көбөйүп калды Кыргызстанда. Если ошону койсо, бунун ата жагы жакшы болот го, Нефрит болот. Өзү негизи ат эне жагын көп тартабы? Ата жагынан, эне жагынан да кетет. Эки жагынан. Бунун эне жагы да күчтүү болот. Эне жагынан Нониус болуп атат. Көрүңүздөр туугандар, мына каш калган көргөзүп коюн. Жакшы. Мына туугандар ушундай келишкен өспүрүмдөрдү колдон чыгарбаңыздар. Баалары айтылды, чалып содалашыңыздар. Нургаз агабыздын телефону ылдыйда турат. Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан ар тараптан чала бериңиздер. Аябай ден соолугу мыкты ушундай сонун тайлар экен, сонун байталдар экен жаныбарлар. Алып калыңыздар. Документтер менен бардык тараптан тастыкталган эми ден соолугуна жоо экен жаныбарлар. Жакшы Нургаз ака, содаңызга береке анда, иштериңизге ийгилик.
Аман болыңыз. Рахмат, саңа да ишиңе ийгилик. Саудаңызды берсін, а? Рахмат. Мустугуну көрүңүздөр туугандар, лайктан басып бөлүшүп коюңуздар. Өспүрүмдөрдү колдон чыгарбаңыздар.